оқушылар, осы бөлімді ары қаратай жалғастырып, келесі тақырыбымыз өнімділікті арттыратын заманауи ауыл шаруашылық технологиялар деп аталады. Қазіргі жағдайда өздеріңіз жақсы білесіңдер, ғылыми технологияның, жалпы ғылыми техниканың жақсы дамыған кезеңі, сонымен бірге қазір жасанды интеллект дейміз, жалпы компьютер саласы, интерфейс деп айтамыз, ми мен компьютер арасындағы байланыс дейміз, осының керемет жетістіктерінің бірі ауыл шаруашылығына да тікелей яғни әсер етеді. Осы тақырып барысында қазір видео қараймыз, бейне сабақ қараймыз, содан кейін сол бейне сабақтан білгендерімізді арнайы әртүрлі тапсырмалар орындау барысында өзімізді қолданамыз. Ол кісі жүйелі өсімдеріне тәжірибе жасайды. Сөйтіп осы гетеролизис тұз емес ағзалар бұдан таспайды. Неге? Көрініс береді, өте жақсы болады. Екінші ұрпақта 35% кемиді, үшінші ұрпақта 50% кемитіндігін ғалымдар анықтаған. Сонда гетеролизис дегеніміз. Иә, сендер білесіңдер ғой, бұған біз құрастырып жабыстыратынымызды, иә? Енді балалар бейне сабақтан көрген заманауи ауыл шаруашылық технологияларына арналған білімімізді, алғашқы түсінігімізді анықтау мақсатында торсия әдісі, сендер жақсы білесіңдер, торсия әдісі арқылы алғашқы қалыптасқан білімімізді анықтаймыз. Топтық жұмыс, барлығымыз бірге атсалысамыз. Айдавада өтсінші. Барлығымыз тақтаға қарап, өз жұмыстарымызды тексереміз. Бердім ғой сендерге, сол бойынша жабыз. Гетеролизис дегеніміз буданның өнімділігін жақсы бейімделуін арттыру. Бағытталған мутагенез дегеніміз мутация мөлшерінің санаулы түрде арттыру үдерісі болып табылады. Болды ма? Жасанды мутагенез. Үшін тиімді нысан микроағзаға мен санаулы. Полилиподия. Наралардың хромосома санын 2 есе арттыру. Карпаченко. Қырыққабат қабат жұмырт тура аралық будандастыру еңсендері. Тетраплоидтар 4 есе арту сирек кездеседі. Мутагенез деген мыңнан астам сортты жасау кезінде қолданылады. Гендік инженерия генетикалық материалдың ин-витро жаңа үйлесімі. Гетеролизис буданың өнімділігін жақсы бейімделуін арттыру. Жасанды мутагенез үшін тиімді микроағза мен саңырауқұлақ. Бағытталған мутагенез мутация мөлшерін санаулы түрде арттыру үдерісі. Полилиподия санын 2 есе арттыру. Хромосомада даралардың хромосома санын 2 есе арттыру. Гендік инженерия генетикалық материалдың ин-витро жаңа үйлесімін. Негізінде ергелі зерттеу алынады. Ауыл шаруашылық технологиялары жайындағы білімімізді тағы да пысықтау мақсатында бірнеше тапсырмалар орындаймыз. Әр топқа әртүрлі тапсырма түсуі мүмкін. Бірінші топқа сәйкестендіру, екінші топқа осы орынды толтыру, үшінші топқа талдау, яғни бүгінгі заманауи технологиялардың
мақсатын және қолданатын салаларын нақтылаймыз. Топпен жұмыс жасаймыз. Саласында жазасың мақсатын. Хромозомалар санының бірнеше есе көбеюі полиплоидия деп аталады. Химиялық немесе радиациялық әсер арқылы алынатын мутация жасанды мутагенез деп аталады. Әртүрлі сорттарды будандастырғанда ұрпақтың өнімділігі артуы гетеролиз деп құбылысы. Гендерді арнайы өзгертіп жаңа қасиет алу әдісі гендік инженерия деп аталады. Генді белгілі бір мақсатта өзгерту әдісі бақталған мутагенез болып табылады. Гетерозис әртүрлі дараларды будандастыру нәтижесінде ұрпақтың өнімділігі артуы. Бақталған мутагенез генді арнайы өзгерту арқылы қажетті қасиет алу. Жасанды мутагенез химиялық немесе физикалық әсер арқылы мутация алу. Сен технологияны жазасың ба? Соны жазып жатсың ғой? Сендер типа кітапқа қарап отырсаңдар тіпті жақсы болады. Таңдалған ең тиімді технология. Берілген мәселені шешудегі ең оңтайлы және нәтижелі технология тамшылатып суару жүйесі. Бұл әдіс су ресурстарын үнемдеумен қатар ауыл шаруашылығы цифрланудағы алғашқы баспалдағы болып табылады. Таңдаудың негізгі дәлелдері: ресурстарды үнемдеу. Дәстүрлі суару әдістерімен салыстырғанда тамшылатып суару су шығынын 40-60%-ға дейін азайтады. Су тікелей өсімдіктің тамырына баратындықтан булану мен босқа ағу деңгейі төмендейді. Өнімділіктің артуы, топырақтың ылғалдылығы үнемі бір қалыпты сақталады. Бұл өсімдіктің күйзеліске ұшырауына, тамыр жүйесінің жақсы дамуына және нәтижесінде өнім сапасының жақсаруына алып келеді. Практикалық тиімділік бұл жүйені мектеп жанындағы тәжірибе алаңдарында немесе шағын шаруашылықта орнату оңай. Ол артық жұмыс үшін қажет етпейді және арам шөптердің қаптауының алдын алады. Су тек қажетті нүктеге барады. Фермер ретінде технология қолдану. Егер мен ірі шаруашылық қожының иесі немесе фермер болсам, бұл технология кешенді түрде интеграция жүйесіне ретінде келесідей қолданар едім. Ауыспалы егісші. Немесе Дәнеден егіншілік нені көздейді? Дәнеден егіншілік ресурстардың нақты есептің пайдалануды көздейді. Сіз өсіру әдісі. Гидропония. Су үнемдеудің ең тиімді тәсілі концепция. Экологиялық таза өнім алу тәсілі бұл органикалық егіншілік. Дрондар қай технологияда қолданылады? Ақылды ретінде.